Сондай тут тағдысымды өшірдім. Болды, ё-моё. Хей, сәлем достар, сенімен Мико. Бүгін сүнбей отырсам да маған звондай бет. Мәди звондай бет, сүнбей отырм. Өшіріп сайбым. Не істейтін білмей тұрмын подписчиктер. Не істеймін, жазайық па? Жаз көйік WhatsApp-қа. Қазір не керек болды тұрыс жаздым сақтым. Қазір не керек болатын аған. О, жазып отыр. Көмек керек. Көмектеспеймін дей салам. Керек емес, не үшін десем? Көмектесем. О, болды, көмектеспеймін. Давай десек болды бітті. Давай өшіре салайық. Біз оқа қойып салдым, запыға кіріп жете салдым, удалить чат дедім, болды. Нормально болды. Чық. Кешегі сундукты сындырып бір жерге қоя салайық. Диманға ма бір жерге. Қаяққа қойсақ болады, тазақ қояқ бір жерге. Наяқта тұрған жаман. Наяққа қойынбайсақ та. Қазір ойланайық. Наяқта қойсақ жамансақ та. Рикстің комнатасы бар, Рикстің комнатасына қоя салайық. Төсектің қасына қоя салайық, батутын. Кеттік. Қазір науымыз, міне наяқ күшті. Міне нормально болды, дұрыс қойып тұр, жат кеттік. Ес жабайық, болды. Не мәді звондай өт, болды. Ой, тағы да звондағым ба? Удалить чат, болды, енді звондамайды. Енді отырайық, не істесек болады? Рекс ач, қаншты қойна мәді дейтін. Жағайт покажу, не істесек болады. Сағыз жеп алыш. Дәмді болды, жеп алдық. Покажу, не істесек болады. Сағат 12. Диманға отырайық, ё-моё. Сағат 12. Қалай колонка, телевизор, жаңалық жоқ. Сенімен Мико болды десек болады. Мәді, зандай бағым. Жат. Қалай, нервін тикет той, атыл кетті ғой. Не үшін заңдайды? Көмек, қандай көмек болады, сүнбеті. Достар білсеңдер, айтып кетіңдер, қандай көмек керек, или көмектесейін ба, көмектеспейін ба, комментария жазыңдар. Білмеймін, сендермен Мико болды, Рекс болды, Мәди болды. Пока-пока.